Менің мақсатым жас ұрпаққа дұрыс бағыт-бағдар беру, болашаққа саналы көзбен қарауға баулу, өмір жолындағы әр шәкірттің тұлға болып қалыптасуына ықпал ету. Менің бағытым ұстаз өмірге бейімделуші шәкіртті дұрыс жолға салып, жан дүниесін түсінетін қиындық кезеңінде сүріндірмей құтқаратын ұстаз. Жас ұрпақ тәрбиесіндегі ұстаздар ұстанатын бұлжымас қағидалардың бірі білімділікпен қоса өзіндік ой пікірі бар шәкірттер легін қалыптастыру болып табылады. (2018-2022 жылдары Евний Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды университеті биология-география факультетінің география тарих мамандығын үздік аяқтадым. Қазіргі таңда Қарағанды қаласы Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта білім беретін мектепте алғашқы ұстаздық еңбек жолымды бастадым. Негізгі пәніммен бірге сынып жетекшілікті де қатар алып жүрмін. Қазіргі кезде 5-ші Ә сыныбына сынып жетекшілік етудемін. Сыныбымда 25 оқушы, 16 қыз, 9 ұл бала бар. Әр қайсысы мен үшін бір төбе, бір жұлдыз. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандық та ұстаздық мамандық.